Адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед пайғамбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина. Бүгін сендерге дінді толық етіп түсірдім, және игілігімді, нығметімді соңына жеткіздім. Әрі сендердің діндеріңді ислам болуын қоштадым. Деген Маида сүресінің алғашқы аяты түскенде, Хазіреті Абу Бәкір Сыддық көзіне жас алады. Мұны байқаған жанындағы сахабалар: «Ей Абу Бәкір, бұл аят саған не үшін әсер етті? Әдеттегі түскен аяттар секілді емес пе? Неге жыладың?» деп сұрайды. Сонда Абу Бәкір Сыддық: «Бұл аят ардақты пайғамбардың ажалы жақындағанын білдіреді» деген еді. Адамзаттың асыл тәжі болған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар 11-ден өтпей тұрып, 9 күн бұрын мына аят түседі: «Аллах тағаланың алдына қайта баратын күннен қорқыңдар. Сол күні әрбір адамға бұл өмірде істеген жақсы не жаман амалына қайтарым беріледі, және оларға ешқандай әділетсіздік көрсетілмейді». Аталмыш аят түскеннен кейін пайғамбардың мүбәрәк денесі ауырсына бастайды. Бойында ыстығы көтеріледі. Ауырып тұрғанына қарамай, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Ухуд соғысында шейіт болған сахабаларымды көргім келеді деп, олардың мазаратына барады. Барған бойда қабірлерге жақындап: «Ассаламу алейкум, ей Ухуд қауымы! Расында сендер бізден бұрын өмірден өттіңдер. Енді мен Аллахтың қалаған күні сендермен қауышамын» дейді. Содан кейін мазараттан оралып, үйіне келген бойда қайта көңілі босап кетеді. Жанындағы сахабалар алаңдап: «Ей Аллахтың елшісі, сізге не болды?» дейді. «Мен бауырларымды сағындым» дейді пайғамбар. Сахабалары таңғалып: «Сіздің бауырларыңыз біз емес пе?» дейді. Сол сәтте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Жоқ, сендер менің сахабаларымсыңдар. Ал бауырларым, олар менен кейін келіп, мені көрмесе де, менің жолымды ұстанатын мұсылмандар» дейді. Ертесіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бойындағы ауруы одан әрі асқына бастайды. Ол уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Маймуна анамыздың үйінде болатын. Ол Маймуна анамызға: «Барлық әйелдерді осы үйге жинашы» дейді. Көп ұзамай барлық әйелдер Маймуна анамыздың үйіне келеді. Пайғамбар оларға қарап: «Мен Айшаның үйінде ауырсам қарсы болмайсыңдар ма?» дейді. Барлығы бір ауыздан: «Біз қарсы болмаймыз, ей Аллахтың елшісі» дейді. Содан кейін пайғамбар орнынан тұра бергенде өз денесін көтере алмай, бойын әлсіздік басады. Сол сәтте Али ибн Абу Талиб пен Фадл ибн Аббас келіп, оның қолтығынан көтеріп, Маймуна анамыздың үйінен Айша анамыздың үйіне жетектеп алып барып, бөлмеге жатқызады. Пайғамбардың мұндай халін көрген мұсылмандар қатты алаңдаушылық білдіріп, Айша анамыздың үйіне топ болып жинала бастайды. Бейсенбі күні, яғни ажалдың келер күніне 4 күн қалғанда құптан намаз көреді. Пайғамбар дәрет алып намазға тұрайын десе, қозғала алмайды. Бұған дейінгі барлық намаздарды сахабалармен бірге оқып келген еді. Алайда бұл түні оның ауруы асқынып, денесін көтере алмай қалады. Сонда да сәл әрекет жасап, дәретін жаңартып, енді намазға ниеттене бергенде есін жоғалтып алады. Бір шама уақыттан кейін есін жинап: «Адамдар намаз оқыды ма?» деп жан-жағына қарап сұрай бастайды. Сонда оған: «Барлығы сізді күтіп отыр, ей Аллахтың елшісі» деп жауап береді. Екі аяққа тұра алмайтынын білген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Бәкірге ешкімді күтпей жамаатпен намаз оқи беруді бұйырады. Бұл пайғамбардың ең соңғы құптан намазы еді. Ажалдың келуіне 2 күн қалғанда пайғамбар сәл жақсара түседі. Сосын бөлмеден шығып, мешітке қарай барғанда Абу Бәкір бастаған мұсылмандар намаз оқып жатады. Мешітке кіріп келген пайғамбар екенін сезген Абу Бәкір имамдықтан шегіне бастағанда, пайғамбар оған намазды жалғастыра беруге ишарат білдіреді. Осылайша Хазіретті Абу Бәкір пайғамбардың көзі тірісінде, ол өмірден өткенше 17 рет имамдыққа шыққан болатын. Алайда ертесіне пайғамбардың ауруы одан сайын асқынып, бойынан терісі судай болып ағады. Мұндайды көрген Айша анамыз: «Мен бұған дейін қанша ауырған адамды көрсем де, бойынан мұндай тері аққан кісіні көрмеппін» деп оның мүбәрәк қолын ұстап, жанында маңдайын сыртып отырады. Үйдің айналасына толған адамның шулаған даусын естіген пайғамбар: «Мұнда не болып жатыр?» деп сұрайды. Айша анамыз:
Олар сіздің жағдайыңызға алаңдаулы дейді. Адамдардың көңілін бір жұбатайын деп, орнынан тұрмақшы болған пайғамбар кенет тағы есінен танып, орнынан тұра алмай қайта жатып қалады. Айша анамыз дереу бетіне су сеуіп, есін жинатып алады. Біршама уақыттан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі аяққа тұрып, мешіттің мінберіне шығып, «Ей халқым, мен үшін алаңдаулы екендерімді білемін. Біздің мәңгілікке жүздесер жеріміз ол бұл дүние емес, бәлки жәннатта болмақ. Ей адамдар, мен өлімнен қорықпаймын. Керісінше, мен сендер бұған дейінгі қауым секілді бұл өмірде дүниенің соңынан еріп кетеме деп қорқамын. Ей адамдар, намаздарыңа берік болыңдар. Намаздарыңа берік болыңдар. Намаздарыңа берік болыңдар. Ей халқым, әйелдерге жақсы қараңдар. Олармен жақсы мәміледе болыңдар. Ей адамдар, Аллах тағала өзінің құлына екі таңдау берді. Біріншісі Аллахтың хұзыры, екіншісі бұл дүние. Сонда әлгі құл Аллахтың хұзырына баруды таңдады, дейді. Онда айтылған құл пайғамбардың өзі еді. Бірақ бұны мұсылмандар дер кезінде түсіне қоймады. Тек Әбу Бәкір Сыддық дереу түсініп, көзіне жас алады да қатты дауыстап, ата-анамыз сіздің жолыңызда құрбан болсын, ей Аллахтың елшісі. Бала-шағамыз сіздің жолыңызда құрбан болсын, ей Аллахтың елшісі. Әйелдеріміз сіздің жолыңызда құрбан болсын, ей Аллахтың елшісі деп жылаған күйде бірнеше рет дауыстап қайталайды. Пайғамбар сөзін аяқтап мінберден түсер алдында, жаратқан сіздерді қорғасын, жаратқан сіздерге жары болсын, жаратқан діндеріңізге берік болуды нәсіп етсін, жаратқан сіздерге демеу болсын. Ей адамдар, қиямет күніне дейін созылған менің үмметіме менен сәлем жолдаңыздар, дейді. Сосын сахабалар оны қолтықтап алып, Айша анамыздың бөлмесіне қайта жатқызады. Артынан бөлмеге Әбу Бәкір Сыддық кіреді. Қолында мисуагы бар. Пайғамбар мисуакқа ұзақ қарап, алуға әрекет жасайды. Алайда қатты ауырғандықтан қимылдауға шамасы келмейді. Бұны түсінген Айша анамыз дереу әкесінің қолынан мисуакты алып, оның аузын санады. Бірақ пайғамбарымыз аузын мисуакпен тазалауға да шамасы келмегесін, оны жұмсату үшін Айша анамыз өз аузына салып, мисуактың басын жұмсатып береді. Айша анамыз кейін бұл жайды ардақты пайғамбар өмірден өтпес бұрын ең соңғы аузына алғаны ол менің мисуактағы сілекейім еді. Осылайша жарыққан соңғы дем алдында екеуміздің сілекейімізді қосқан болатын деген еді. Біршама уақыттан кейін қызы Фатима әкесінің жағдайын сұрау үшін бөлмеге кіріп келеді. Қараса әкесі қатты терлеп, ауруы асқынып жатады. Мұны көрген Фатима көңілі босап, жасына ерік береді. Себебі бұған дейін ол әкесіне келгенде пайғамбар орнынан атып тұрып, екі бетінен сүйіп қарсы алатын еді. Алайда қазір жағдай мүлде басқаша. Сосын ардақты пайғамбар: «Ей қызым, жаныма жақындашы, құлағына бірдеңе айтайын» дейді. Фатима жақындайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның құлағына сыбырлайды. Сонда Фатима қатты жылайды. Сосын екінші құлағына тағы сыбырлайды. Ол кезде Фатиманың жүзіне күлкі бітеді. Кейін асыл пайғамбар өмірде өткесін бұл туралы Фатимадан сұрағанда ол: «Әкем құлағыма бірінші сыбырлағанда оның осы түні өмірден өтетінін айтты. Соған мен өзімді ұстай алмай жылап жібердім. Екінші рет сыбырлағанда жәннатта менімен ең алғашқы кездесетін сен боласың» деді. Сосын мен күлген едім. Бұл Фатиманың да аз ауыз жақындағанын білдірген еді. Расында Фатима әкесінен кейін 6 ай ғана өмір сүреді. Ол Әбу Бәкір Сыддық тұсында дүниеден озады. Содан соң ардақты пайғамбар Айша анамыздан басқа үйден барлығының шығуын өтінеді. Адамдар үйден шыққан соң Айша анамызға: «Жаныма жақындасы» дейді де кеудесіне басын қойып жатады. Сол сәтте пайғамбар қолын аспанға көтеріп: «Аллахтың хұзыры, Аллахтың хұзыры» деп айта бастайды. Айша анамыз оның Аллахтың хұзыры мен осы дүниенің арасында таңдау жасап жатқанын біледі. Сәлден кейін есіктің тұсына нұры жақырап Жәбірәйіл періштесі келеді. Сонда ол: «Ей Аллахтың елшісі, үйдің алдында оның періштесі сізден кіруге рұқсат сұрап тұр. Бұған дейін ол ешкімнен рұқсат сұраған емес еді» дейді. Пайғамбар Жәбірәйілге кіруге рұқсат дейді. Оның періштесі бөлмеге кіре сала: «Аллахтың сізге сәлемі болсын, ей жаратқанның сүйікті елшісі. Раббым мені сізге жіберді. Бұл дүниеде қалуды қалайсыз ба? Әлде Аллахтың құзырына баруды қалайсыз ба?» дейді. Пайғамбар ойланбастан: «Аллахтың құзырына баруды қалаймын, Аллахтың құзырына баруды қалаймын» деп саусағын көтеріп екі
көтеріп, періштеге қарап, Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам уахи әкелуші хабаршысына Әзірет Жәбірейлге қарады. Жәбірейл, уа Расулла, періштелер әлемі сені тақатсыздана тосуда деді. Хатамул әнбия ең ақырғы пайғамбар Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи салам, уа Әзірейл, кел міндетіңді орында деп бұйырады. Сүйікті Айшасының кеудесіне басын сүйеген күйі қасындағы су толы ыдысқа саусағын батырып, мүбәрәк бетін сипады да «Ла илаха илlallah» деді. Көзін төбеге тік бір нүктеден айырмай жатып, «Я Алла, Рафихул ағлаға, ұлы досқа қауышқым келеді» деді тағы да. Хабибінің әрбір тілегін қалт жібермей қабылдайтын ұлы Алла бұл жолы да сүйікті. 63 жасында пайғамбары сұлтанның мүбәрәк рухы тәнінен айырылып көкке Рафихул ағлаға ұлы досқа көтерілді. Адамзат тарихының ең ұлы тұлғасы Әзірет Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам хижреттің 11-ші жылында дүниеден озды. Пайғамбарымыздың шаңырағынан естілген азал дауысқа іргедегі мешітте халықтың елдің пайғамбардың тілеуін тілеп, елеңдесіп отырған сахабаларда ере түрегелген. Біреулері тіл күрмеліп, көз жасын ерікпесе, екіншілері қазана естір-естпестен ойбайға басқан. Батылдық пен қаһармандықтың символы саналатын Әзірет Омардың өз бұл қазаға егілгені соншалық өз еркін билей алмай, Расулаллах өлген жоқ, ол тірі. Кімде-кім Мұхаммед саллаллаху алейхи салам өлді дейтін болса, қылышымен жайратып саламын деп айқайлайды. Әзірет Абу Бәкір пайғамбарымыз манифен қоштасқан мезетте Сұнық деген жердегі үйінде отырған. Қаралы хабар құлағымна жетісімен апыл-ғыпыл пайғамбарымыз жатқан үйге Айшаның отауына келді. Жүрегі қан жылап тұрса да өзіне арқа сүйер, қалпының жайын ойлап салмақтылығынан танбауға тырысқан. Ол келген бетте Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи салам бетін ашып, нұр тұнған мүбәрәк маңдайынан ішіре түседі. Екі дүниенің сыйласы, барша жаратылыстың нұры, нұрға малынып жатқанын көрді. Өлімнің де өмірдің сияты пәк, уа Расулла деді. Көз жасын тия алмаған сыдық дос, мұнан соң Әхіл бәйтке, яғни пайғамбарымыздың құрметті ағайын туыстарына, ақ некелі зайыптарының қайғысына ортақтасып басу айтты да мешітке қарай аяңдады. Суыт хабарды естіген көпшіліктің енді не болар екен деген қам көңіліне қолдау болар ерелі сөз айтпаққа бекінген. Мешітке жақындағанда Әзірет Омардың Мұхаммед саллаллаху алейхи салам өлген жоқ, ол тірі деп айқайлаған даусын естіген соң жолдан басты. Атпал азаматтың келе жатқанын көрген жамағат жарылар жол беріп не дер екен дегендей Әбу Бәкірге жаутаңдай үміттене қарады. Әзірет Әбу Бәкір Әзірет Омардың әлгі сөзінің әсерінен айыға алмаған ентігінде баспастан, кімде-кім Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға табынатын болса біліп қойсын. Мұхаммед саллаллаху алейхи салам бүгін өлді. Кімде-кім Аллаға құлшылық жасап табынса, Алла қай еш өлімсіз екенін ескерткелі келдім, деді де өзін нақтылай түсу үшін Әли Имран сүресінің 144-ші аятын оқыды.